Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жеп, табиғи жолмен емдеуге тырысамыз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауырғанда да пияздың шипасы барын белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білеміз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Егер де оның қасиеті туралы білмесеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Сіздерден бір сұрарым, каналға тіркеліп, каналдың дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және де күкірт элементтеріне бай келеді. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арасында вирусқа және инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектердің қуатын арттырады, иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаның шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Ақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді және терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияз қабығы адамды қалай емдей алады? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына өз септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан және ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Пияз қабығы қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және де артеросклероз ауруының алдын алады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Сонымен қатар, пияз қабығы инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа болып табылады. Сонымен қатар, шаштағы қайызғақ, табанның қотыры, тері ауруын, қабыршақтануды, терінің сезімталдылығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттегі ауырлықты, шаршауды және де күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ, шаштың түсуін тоқтатып, оның мықты етіп қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығын қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнатып шыққан соң, қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Егер де қан қысымы жоғарылаған кезде, пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. Оның дайындалуы мына рецептер бойынша жүргізіледі. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты салыңыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді. Сіңірдің тартылуын қайтарады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз. Суық тиюден сақтанасыз. Тәбетіңіз артып, қан тамырларыңыз тазаланатын болады. Ал холестериннен құтылып, тамырдың соғуын
арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін бір ас қасық ұнтақталған пияз қабығын бір стақан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қоясыз. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан алдын 30 минут бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын жарты ас қасық бақбақ, яғни одуванчик тамырын және жарты ас қасық мың жапырақ, яғни тысячелетие шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суда тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150-200 мл ішесіз. Бұны тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. 10 күннің ішінде аттай болып кетесіз. Тамағыңыз жиі ауыратын болса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайсаңыз жеткілікті. Тамағыңыз тез арада жазылады. Ал егер тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық пияз қабығын сеуіп, 3-4 минут ыстық бумен дем аласыз. Сонда тұмауыңыздың тез арада жазылуына себепші болады. Жөтел мазалап жүрсе, 2 стақан суға 2 ас қасық пияз қабығын ұсақтап салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын стақанның 1/4 ішіңіз. Егер де бүйрегіңіз бен қуық қабыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стақан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуыңыз қатты қабынып жүрсе, күніне 2 рет 5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 10 күн ішіңіз. Қан тамыр аурулары мазалаған кезде 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң сүзгіден өткізіп, күніне 3-4 реттен тамақтанудан 30 минут бұрын 20 тамшыдан ішіңіз. Егерде ол тәсіл ұнамаса, мына тәсілді қолданып көріңіз. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып, 30 минут күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын стақанның 1/4 бөлігін 7-10 күн ішіңіз. Сосын 1 апта үзіліс жасап, емделу курсын ары қарай жалғастыруға болады. Бірақ та бұл аурулар пайда болған кезде ең алдымен дәрігерге көрінгеніңіз жөн. Ем болсын. Құрметті достар, сіздермен барлық ақпараттармен бөліскен дертке шипа арнасы. Сау, саламатта болыңыздар. Ауырмаңыздар.